Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанар. Бүгін сіздермен өте дәмді таңғы астың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте тойымды. Ол кәдеден оладьи дайындаймыз. Кәдімізді алып, екі басын кесіп, жуып тазалап аламыз. Үккіден майда жағынан жақсылап өткізіп аламыз. Ол кәдінің үккіден өткізген кезде су шығады. Оны суын алып тастасаңыздар болады, өздеріңіз сығып, немесе алмасаңыздар да болады. Мен алмаймын. Ол кәдінің үстіне біз жусайды майдалап турап қосамыз, сарымсақ қосамыз, дәміне қарай тұз себеміз, бұрыш қосамыз. Өздеріңіз ұнайтын дәмдеуіш қоссаңыздар болады, қызыл бұрыш, тағы да басқа да дәмдеуіштер өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай. Мен бір дана жұмыртқа қосамын. Жақсылап бәрін араластырып, тұзы ерігенше араластырып аламын. Кәдінің суы шығады. Сол кезде мен алып, 2 қасық ұнды салып араластырамын. Қоюлы болады. Оладьиміздің осындай жақсылап араластырып дайындап алғаннан кейін қызып тұрған майға 1 қасықтап салып шығамыз. Қалыңдау болмайды, жұқалап қасықпен үстінен басып жазып жібереміз. Екі жағын қызартып, астындағы отын жайлап басып, қызартып пісіріп аламыз. Оған дейін нанымызды, батонымызды алып, кесіп, духовкаға қатырлық нанымызды пісіріп аламыз. Осылайша мінекей оладьиміз дайын болды, қатырлық нанымыз дайын болды. Оның бетіне оладьимізді қойып, ыстық шайымызды құйып, таңертеңгі асымызды осындай тойымды тағаммен өткізсеңіздер болады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.